WhatsApp ағайындар, бүгін бізде Logitech Pro X Superlight 2 Dex тышқаны келіп қалды. Сіздерге қысқаша шолу көрсетіп кетейін. Жалпы бұл тышқанды Navi, G2 және тағы басқа 30-дан астам киберспортсмендермен кеңесе отырып шығарған екен. Hero 2 сенсор оптикасында 32.000 dpi-ға дейін, ал частота проса 4000-нан 8000 Гц-қа дейін екен. Ну, по крайней мере, коробкасында солай жазылған. Біз бұны алдағы уақытта CS2-мен тест жасап көреміз. Сондықтан сол видеоны жібере алмаңыздар. Міне ағайындар, мен жаңағы Logitech-тің тышқанынан бөлек тағы да осындай Logitech-тің перне тақтасын заказ берген тұғым. Осы да келіп қалды. Сіздерге қазір көрсетіп кете салайын. Коробканың ішінен қарапайым сол кабель, коннекторлар шықты. Клавиатураның міне өзі. Сіздер дизайнын көріп отырсыздар. Сырт көзге өте әдемі, минимализм стилінде. Басқан кезде тактильное чувство, приятное чувство. Қатты шуламайды. Мен мысалға қазіргі жұмыс істеп жүрген клавиатурам бар. Бұл Asus ROG-тың клавиатурасы. Мінекей. Бұны мысалға басқан кезде, бұның да тактильное чувствосы жақсы, бірақ кішкене шумныйлау келеді. Мысалға жұмыс істеп отқан кезде миыңызды жеп қоюы мүмкін. Дәл осындай техникалар алғыңыз келсе, мен описанияға Instagram аккаунт жасап кеттім. Соған обращаться етіп алсаңыздар болады.